Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Мен бүгін сіздермен бауырсақтардың рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл бауырсақтар сондай дәмді болып шығады. Жұп-жұмсақ, доп-домалақ болып, осылай үріліп пісетін болады. Орысша айтқанда воздушный бауырсақтардың рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысыма жылы сүтімді құйып аламын. Міндетті түрде сүт жылы болуы қажет. Содан соң үстіне ашытқымды, қантымызды және күнбағыс майын, қаймақты салып жақсылап араластырамыз. Бізде ашытқымыз толықтай еруі қажет. Содан соң барлығын араластырып болғаннан кейін бетін жауып, жылы жерге шамамен 15 минуттай, 10 минуттай қойып қоямыз. Орысша айтқанда шапочка пайда болуы қажет, яғни беті кішкене көтеріледі. Осындай видеода көрсетілгендей болып көтерілуі қажет. Сол кезде сіздердің ашытқыларыңыздың сапасы жақсы деген сөз. Егер сіздер ашытқыларыңыздың сапасына толықтай сенімді болсаңыздар, бұны жасамасаңыздар да болады. Бұл тек қана ашытқының сапасын тексеріп алуға арналған тәсіл. Енді осы сүтіміздің үстіне ұнымызды електен өткізіп, аз мөлшерден ғана сала отырып қамыр илейміз. Ұнның барлығын салмаңыздар, осылай аз-аздан ғана салыңыздар. Видеоның астында барлық ингредиенттердің мөлшерін белгілеп кеттім, және ұнның мөлшерін 300-500 граммдай шамамен белгіледім. Өйткені әркімнің ұны әртүрлі болғандықтан, әртүрлі мөлшерде ұн кетуі мүмкін. Сондықтан да мен нақты мөлшерді белгілемедім. Осылай өздеріңіз байқап қараңыздар, аз-аздан ұнды сала отырып, қолдарыңызбен илеңіздер. Ең бастысы, ұнды өте көп мөлшерде салып жібермеңіздер. Ол кезде қамырларыңыз сондай қатты болып, бауырсақтарыңыз дұрыс шықпай қалады. Мейлінше ұнды аз қосуға тырысыңыздар. Сол кезде қамырларыңыз жұмсақ болып, үріліп, әдемі болып шығады. Мінекей, ыңғайлы болу үшін мен осылай таза столымның үстіне қамырымды илеймін. Мінекей, осы ұнды өте аз мөлшерде қосамын. Бізде видеода көрсетілгендей жұмсақ қамыр шығу керек. Көріп тұрғандарыңыздай қамыр өте жұмсақ, бірақ қолға мүлдем жабыспайды. Мінекей, осы шыққан қамырымызды алып, ыдысымызға, жаңағы қамыр илеген ыдысымызға салып, бетін жауып, жылы жерге шамамен 40-50 минуттай қамыр көтерілгенше қойып қоямыз. Қамыр көтерілгеннен кейін бірден жұмыс жасауды бастамаймын. Бір рет қолымды күнбағыс майымен майлап, жақсылап үстін басып қоямын. Сол кезде қамырларыңыз жақсы шығады. Бір рет қайтарып алып барып жайсаңыздар, бауырсақтарыңыз жақсы болып шығады. Ал егер сіздер асығыс болсаңыздар, бірден пісіру қажет болып тұрса, онда бір рет көтерілгеннен кейін жұмыс жасай берсеңіздер болады. Бірақ мен осылай үстін бір рет басып қоямын. Сол кезде қамыр өте жақсы болып көтеріліп, бауырсақтар да өте жақсы шығады. Мінекей, бұл екінші көтерілген қамыр. Енді осы қамырды жаятын боламын. Қолымды бірінші осылай сұйық күнбағыс майымен майлап аламын, қолыма қамыр жабыспас үшін. Содан соң ыдысымыздан осы қамырымызды алып, үстін жақсылап басып, ішіндегі ауаларының барлығын осылай шығарып аламын. Біркелкі болғанша осылай қолмен жайып, содан соң оқтаудың көмегімен жаятын боламын. Егер сіздер қамырларыңыз жұқа болсын десеңіздер, ол кезде егер жұқа жаятын болсаңыздар, онда сіздердің бауырсақтарыңыз үріліп, ішіне ауа толып, доп-домалақ болып шығады. Ал егер бауырсақтарыңыздың іші сондай қамырға толып тұрсын десеңіздер, қалың болсын десеңіздер, онда қамырды да қалың қылып жаю керек. Мен жұқа қылып жаям, сол кезде бауырсақтарымның ішіне ауа толып, сондай үріліп піседі. Маған сол нұсқа көбірек ұнайды. Енді майымызды қыздырып аламыз. Май толықтай қатты қызып тұру керек. Және де ыдысты таңдаған кезде де ыдысқа мән беріңіздер. Ыдыстарыңыз терең болса, сондай бауырсақтарыңыз толықтай батып, жақсы пісетін болады.
Мінекей бауырсақтарды екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Міне менің бауырсақтарым толықтай дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай доп-домалақ, сондай тәбетті ашарлықтай бауырсақтар болып шығады. Міндетті түрде осы менің рецептімен жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Сіздерге ұнайтынына мен сенімдімін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.